Конституцияның аяқ асты. Кішкене Конституция туралы сөйлесеңіз. біреусі Нормально ғой. қазақша айта беріңіз, Жалпы бұл конституция не үшін қабылданды республикасында демократиялық принциптерді дамытудың Конституцияны жаддан шығару дәл сол преамбула бізде үлкен өзгерістерге ұшырады парламент ретінде құрылып. тек біз Америка сияқты емес. Бұл жақтағы проблема негізгі ең бірінші өзін тәртіпке шақыру керек. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біздің ортақ подкастымыздың кезекті түсірілімі. И сегодня со мной наш гость. Это человек, который в сфере юриспруденции, а также образования занимает не последнюю должность и преподает очень многим нашим ребятам. Представьтесь, пожалуйста. Қазақша айта беріңіз. Құрметті Эмиль, біріншіден осы подкастқа шақырғаныңыз үлкен рахмет. Менің есімім Ғалым Байғазыұлы Телеуов, философия докторы PhD, Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің құқық және экономика факультетінің деканы. Осы біздің бүгінгі подкастымыз Конституциямыздың күшіне енуіне осы бағытталған. Сол себебі сізден осы бірінші сұрағым, қандай ойыңыз болды осындай жаңалықты естіген кезде осы жаңа конституция өзгеруін және де қазір осы күшке енуі? Жалпы бүгін барша қазақстандықтарды Қазақстан Республикасының негізгі заңы конституциямыздың ресми заңы күшіне енуімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл конституция бізге ұзақ талқылаудың, жан-жақты талқылаудың, сарапшылардың сараптамаларының нәтижесінде бүкіл халықтық референдумда қабылданып, бүгін дәл қазір бүкіл Қазақстан халқы, барша Қазақстан халқы жаңа тарихи кезеңді бастан кешкелі отыр. Ол біздің конституциямыз. Жалпы бұл конституция не үшін қабылданды? Ол қандай тиімді тұстары бар және қоғамда оның рөлі қандай болады дегенге келген кезде, бұл конституция мемлекеттілігімізді дамытудың жаңа бір кезеңінің бастапқы бастамасы деп айтсақ қателеспейміз. Себебі конституцияда бір қатар Қазақстан Республикасында демократиялық принциптерді әрі дамытудың, соның ішінде мемлекеттік билік аппаратының халық алдында жауапкершілігін нығайтудың, жоғары мемлекеттік билік органдарының жұмыс істеудің тиімділігін арттырудың, сондай-ақ адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетіктері секілді нағыз демократиялық құндылықтарға негізделген негізгі нормативті құқықтық акт болып табылады. Жалпы кез келген қоғамда құқықтық қатынастар, қоғамдық қатынастар үнемі қозғалыста, өзгерісте болып тұрады. Сол қатынастарды реттеу үшін заңнамада тиісті деңгейде дамып отыру қажет. Бұл конституцияның қабылдануы, бұл қазіргі заманғы талап болып табылады. Бұл біздің мәртебемізді халықаралық деңгейде де өсіреді. Сол себептен де барша Қазақстан азаматтары бүкіл халықтық референдумда ортақ дауыс бере отырып, осы конституцияны қабылдап отыр. Ал осы құжатты үш сөзбен сипаттасаңыз, қандай сөздерді таңдаушы едіңіз? Біріншіден бұл тұрақтылық, сенімділік, жарқын болашақ кепілдігі деп айтуға болады. Енді осы студенттер мен заң факультеттері болашағы туралы сізге сұрақ қойғым келеді. Енді оқу бағдарламалары мен оқулықтарды қаншалықты өзгеруге тура келеді? Жақсы, бұл міндетті түрде бізде ол конституциялық құқық деп аталатын арнайы оқу пәні бар, Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Сонымен қатар конституцияның жекелеген институттарына бағытталған оқу пәндері бар. Барлық силабустарды өзектендіреміз. Яғни қазірден бастап уже профессорлық оқытушылық құрамдар, кім қайсы осы сабақтарға жауап береді, олар сол өзінің тақырыптарын жаңа конституция нормаларына негіздей отырып, өзгертіп, жаңа бағытта, қыркүйек айында жаңаланған силабустармен, жаңа бағдарламамен, өзіміздің балалармен құқық және экономика факультетінің деканы болғандықтан біз болашақ заңгерлерді дайындаймыз. Сол болашақ заңгерлерге сол жаңа сипаттағы конституция, жаңа конституция бойынша дәрістер оқылатын болды. Осы айта кетсе бола ма? Мен өзім де заңгермін. Заңгерлерді қалай үйретеді? Бізге сөйтіп айтқан: если ты юрист, ты должен каждый день перепроверять законы, потому что закон — это такая вещь, которая эволюционирует.
потом эволюционируют люди, эволюционируют новые задачи, новые вопросы, новые пути чего-либо, и поэтому юрист тоже должен бүйтіп айтқан маған. Ал енді осы қазіргі уақытта ескі заң бойынша диплом жазып немесе емтихан тапсырып жатқан студенттер не істейді? Жалпы біріншіден бізде дәл қазіргі уақытта оқу процесі аяқталды. Осы уақытқа дейін конституция құқық бойынша болсын, басқа тармақтар, бағыттар бойынша алған магистрлік жобалар, магистрлік диссертациялар, дипломдық жобалар барлығы қорғалып, сол сатыдан студенттер өтіп қойды. Ендігі біздің мақсатымыз алдағы уақытта, келесі жылы біз қыркүйек айынан бастап оларға жаңа тақырыптар жүйесі бекіте бастаймыз. Сол кезде біз қазіргі қолданыстағы конституцияның ғылыми тұстарына бағытталған тақырыптарды студенттерге ұсынатын боламыз. Ол дегеніміз біздің білім алушылар, яғни біздің студенттеріміз осы алдағы уақыттан бастап уже конституциялық құқықты ғылым ретінде меңгере бастайды. Соның нәтижесінде жаңа тақырыптар, жаңа құқықтық тұрғыдан ғылыми тақырыптарды өзінің дипломдық жобаларын тақырып ретінде, магистрлік диссертация, магистрлік жобалар тақырып ретінде алып қорғайтын болады. Ал осы реформаларға байланысты факультетте жаңа мамандықтар және әлде бағыттар ашылуда ма? Жалпы мемлекетімізде осы құқықтану ғылымында, заңгерлер дайындауда ерекше талап қойылады. Оның бірден бір мысалы ретінде бізде өзіміздің талапкерлерді оқытуға қабылдаған кезде біз мемлекет оларға тұрақты меже 75 бала алуды қойған болады. 75-тен төмен алған балаларды олар оқуға қабылданбайды. Бұл бірінші талап. Екіншіден біз жаңа бағыттар ұсынып жатырмыз. Мәселен, бізде Польша республикасымен бірлескен білім беру бағдарламасын жасап жатырмыз. Яғни ол құқықтану және салыстырмалы құқық деп аталады. Бұл жердегі бастапқы идея бірлескен білім беру. Студент, мәселен, магистрант деңгейде ашып отыр бұл білім беру бағдарламасын. Бізге келіп оқуға түседі. Бір жыл біздің университетте оқиды. Екінші курста бір семестр сол Польшада Еуропалық одаққа мүше мемлекеттердің ғалымдары дәрістері тыңдайтын болады. Бұл жақта негізгі түпкілікті идея салыстырмалы құқықтану, яғни біздің отандық заңнамамен халықаралық заңнамасын, соның ішінде Еуропалық одаққа мүше мемлекеттердің заңнамасын салыстыра отырып біліктілік алатын болады. Оның болашағы бар, өйткені алдағы уақытта магистратура біткеннен кейін, аяқтағаннан кейін студент егер докторантураға оқуын жалғастыратын болса, біріншіден ол жақта тілдік деңгейі толық меңгерген болады. Екіншіден Польша республикасында Поморский университет деп аталады, Слупск қаласында орналасқан. Олардың арнайы сертификаттарын алатын боламыз. Яғни ары қаратай уже шет мемлекеттерде ол білімін жалғастырып, ғылыми түрде жалғастыратын болса, оған қандай да бір жеңілдіктермен қосымшалар алу мүмкіндігіне ие болады. Осыны былайша айтқанда, тіптен олар осы оқу білім беру бағдарламасын Қазақстанда оқығанның өзінде біз ол Польшадан ғалымдарды тартуға жоспарлап отырмыз. Яғни бұл ғылыми тұрғыдан. Ал өзіміздің бакалавриат деңгейінде біз 3 білім беру бағдарламасын жүзеге асырамыз. Ол заңтану, яғни юриспруденция деп айтамыз, құқық қорғау қызметі және халықаралық құқық бойынша мамандар дайындаймыз. Бұл жақта жаңалықтар жыл сайын оқу пәндерін кредиттерін, яғни заңнама өзгеретін болса, болмаса жаңадан бір қандай да бір трендтер пайда болса, қоғамда бір студентке беретін құзыреттіліктер қажеттілік туындап жатады. Соларды біз оқу білім беру бағдарламасына қосымша пән ретінде енгізіп отырамыз. Мәселен, қазіргі уақытта бүкіл дүние жүзіне, сондықтан Қазақстан Республикасында өзекті мәселе жасанды интеллектіні қолдану. Сол жасанды интеллектіні бағанағы құқық қорғау қызметі, заңгерлердің жасанды интеллектіні қолдану сияқты пәндерді біз осы білім беру бағдарламасына енгізіп, сәйкесінше біздің профессорлық оқытушылық құрам осы бағытта ізденістер жасайды. Арнайы ғылыми монографиялар, оқу құралдарын шығарып, яғни былайша айтқан кезде заманауи жаңалықтардан қалмауға тырысып отырамыз. Ал енді сіз айтыңыз салыстыру туралы. Менің ойымша, өзім білмеймін. Осы конституцияны жаңадан шығару, жаңа заңдарды ендіру, ол әлемдегі практика бойынша, тәжірибесі бойынша жаңа зат емес қой. Осы қандай елдерді мысалға келтіре аласыз? Жалпы негізгі нормативтік жаңа конституция қабылданған, ол бір былайша айтқан кезде әлемнің бір жоқ дегенде бір 60-70% мемлекеттері ол
тұрақты түрде өзінің заңнамасын жаңалап отырады. Бұл жердегі негізгі қажеттілік бағанағы олар өзінің мемлекетінде қоғамдық қатынастарды жаңаша реттеу, адам құқықтарының үстемдігін қамтамасыз ету, демократиялық құндылықтарды дамыту деген сияқты. Не болмаса мемлекеттік билік аппаратының тиімділігін қамтамасыз ету қажеттіліктерінің негізінде орын алуы мүмкін. Бізде қазіргі соңғы конституцияда өте үлкен жаңалықтар бар. Үшеуін айта кете аласыз. Ең осы ауқымда, мысалы, біз жай адамдар сияқты біз өзіміз сезе алатын, қандай жаңалықтарды біз өзіміз көре аламыз. Мәселен, мысалы, қарапайым азаматтарға түсініктеме болу үшін преамбула деген бір мәселе бар. Ол преамбула латын тілінен алғанда преамбулас кіріспе деген мағынаны білдіреді. Ол заңнамадағы ең бастапқы негізгі бөлік. Ол дегеніміз арнайы заңдарда қандай идеялар басшылық қаланады. Яғни бүкіл заңның былайша айтқанда фундаменталды идеялар жүйесі. Дәл сол преамбула бізде үлкен өзгерістерге ұшырады. Және де ол жақта бірқатар жаңалықтар бар. 12-ге жуық, оннан астам негізгі қағидалар, фундаменталды қағидалар. Яғни біз Қазақстан Республикасы біртұтас мемлекет ретінде танылуы, егемендіктің дамытуы, оның ішінде унитарлық тұтастығымыз, сонымен қатар заң мен тәртіп, әділетті Қазақстан қағидасы, сонымен қатар ғылым, білім, инновацияның стратегиялық басымдықтар ретінде бекітуі, сонымен қатар экологиялық қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау, бейбітшілік, өзара конфессияаралық татулық және өзге келер ұрпақ алдындағы жауапкершілігіміз сияқты тағы басқа бірнеше қағидалар фундаменталды ретінде бекітілді. Енді ол Конституцияның преамбуласында бекітілді, Конституцияның басқа нормаларында ол қағидалар егжей-тегжейлі қарастырылды. Ол дегеніміз енді мәселен біз Конституция қабылданғаннан кейін сол Конституцияда негізгі деген бекітілген қағидалар ары қарай қолданысқа енгізу тетігін қамтамасыз ету үшін арнайы заң актілер қабылданып бастайды. Мәселен енді бастайды. Осы уақытқа шейін мемлекет басшысы бірнеше заң актілеріне қол қойды. Қателеспесем, ғылым туралы заң болды, ол жақта құрылыс кодексі болды, мемлекеттік қызмет туралы заң актілері болды. Алдағы уақытта да бірқатар өзгерістер күтілуде, яғни оның барлық түпкілікті мақсаты бұл Конституцияда бекітілген негізгі ережелерді әрі қарай өміршеңдігін қамтамасыз ету және қолданысқа енгізуін қамтамасыз ету болып табылады. Бұл бірінші бағанағы жаңалық. Екіншіден біздің бағанағы заң шығару органы құрылтай деп аталып, ол жерде бір палаталы парламент ретінде құрылып, бұл әлемдік практикада бар, Эстония, Латвия сияқты. Бұл жерде бір палаталы парламентке не үшін көшіп отырмыз? Біріншіден біздің құрылымдық нысандар, мемлекетіміз біртұтас мемлекет болғанымыз, конституциялық бекітуіміз нақты осы бір палаталы парламенттің жұмыс істеуіне негіз болады деп айтсақ болады. Бір палаталы парламент ол өте тиімді. Себебі біз Америка сияқты емес, біз либерал мен. Дұрыс айтасыз, ол қос палаталы парламент ол көбінесе мысалы федерация, конфедерация не болмаса сондай бір штаттар бөлінген ол құрылымдық нысанына қарай ерекшеленеді. Сол негіз бойынша болуы мүмкін. Бірақ бір палаталы парламент Қазақстан Республикасы үшін өте тиімді. Неге? Біріншіден бұл жерде заң шығарудың жеделдігін қамтамасыз етеді. Мәселен, білесіз, бұрынғы Конституция бойынша заң актісі бастама берілгеннен кейін ол мәжілісте қаралады. Мәжілісте қаралғаннан бірқадай уақыттан кейін ол Сенатқа барып, Сенат мақұлдаса, ол қабылдады, мақұлдамаса қайтадан мәжілісте қаралады. Бұл жақтағы проблема негізгі уақыттың ұзақ алуы. Бір палаталы парламентте бұл процесс неғұрлым жеделдетілген болады. Яғни бұл былайша айтқанда мемлекеттің құқық шығармашылық қызметінің жеделдігін қамтамасыз етеді. Бұл жақта мемлекет және құқық теориясы деген ғылым бар заңгерлерде. Ол жерде заң шығаруға қоятын бірқатар талаптар мен қағидалар бар. Ең біріншіден заң шығарудың кәсібилігі, жариялығы, жан-жақтылығы, біліктілігі, объективтілігі сияқты қағидалар бар. Осы жерде бір палаталы парламент заң шығарудың кәсібилігі мен жеделдік қағидасына бірден жауап береді. Сол себептен де біз қазір мемлекет үшін бағанағы август айында құрылтай болайын деп жатыр. Жаңа конституция бізге жаңа құрылымдық институттар әкеліп отыр. Бұл үлкен жаңалық болып тұр. Сонымен қатар вице-президент институтының енгізілуі, Қазақстан халқы
кеңестің құрылуы деген сияқты. Бұл ана консультативтік кеңесші орган, оның да статусы өте конституциялық деңгейде жоғары болады. Бірақ бұл өзінің заң шығару функциясымен айналыспағанына қарамастан, бұл мемлекеттің аса маңызды мәселелері бойынша мәселелерді бастамалар білдіруге, халықтың еркін білдіруге, яғни біз бастапқыда айтып жатырмыз қой, бағанағы демократиялық құндылық. Демократия дегеніміз бұл халықтың тікелей билікке, халықтың тікелей мемлекетке аса маңызды мәселелерді қарастыруға араласуы. Дәл осы Қазақстан халықтық кеңесі бағанағы не болады. Осы демократиялық принциптерді жүзеге асырудағы қамтамасыз етуде тетіктің бірден бірі болып тұр. Біз қазір сол қоғамдық келісім, біз қазір осы мекемеде қоғамдық келісімде подкастымызды жүргізіп отырмыз. Және де сіз айтқандай жаңа заңнамалар көп. Оның бірі тіл. Сол тілге қатысты бізде бір сұрақ бар. Біз әрбір қонағымызға сұрақ қоятынбыз. Осы қазақ тілінде өзіңіздің ең сүйікті сөзіңіз, әлде сөз тіркесі, әлде мақал, мәтелі болсын, өзіңізге жақын қандай? Қайсысы? Қазақ тілінде қызық екен, аяқ асты болып. Кішкене қайт кеттік кішкене. Конституция туралы сөйлесеміз. Біреусі конституция туралы болсын жарайды. Жақсы, бағанағы бұл жерде енді бірден ойлаған кезде, бағана не туралы айтса болады, қазақ халқындағы негізгі философия, бағанағы заң еркіндікте болу үшін заңға бағыну қажет деген сөз мың мәрте айтылды. Содан кейін Бауыржан Момышұлының ұлағатты сөзін айтқым келеді. Бағанағы тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпті ел құл болмайды. Рас. Бұл нақты тікелей Бауыржан Момышұлының біздің конституциямен қазіргі уақыттағы байланысты сөз деп айтуға болады. Жалпы біз факультетте осындай бағытта неше түрлі идеологиялық жұмыстарды жүргіземіз. Ең біріншіден жастардың қазіргі уақытта өзінің мемлекетін сүюге, өзінің конституциясын бағалауға, сол себептен де студенттердің өздерінің бастамашылығымен сондай бір идея болды. Осы Бауыржан Момышұлының фотосымен дәл осы суретін біз қабырғаға іліп қойған болатынбыз. Әрбір студент, тіпті оқытушы болсын, ең бірінші өзін тәртіпке шақыру керек. Сол кезде қоғамда негізгі құқықтық тәртіп, заңдылық сияқты қағидалар болады. Рас, көп рахмет сізге. Осы енді бізде тәртіпті болайық, сау саламат болыңыздар.